Ер адамның сыртқы жыныс мүшелері, оған сыртқы жыныс мүшесі және ұма кіреді. Сыртқы жыныс мүшесі пенис деп атаймыз. Несеп қуықтан несепті шығару және де шәуетті шығару қызметін атқарады. Оның алдыңғы бос бөлігі сыртқы жыныс мүшесінің денесінен тұрады. Оны корпус пенис деп атаймыз. Әрі қарай оның ұшында несеп шығаратын өзектің сыртқы тесігі болады, шамамен мына жерде. Оны остеум уретра экстернум деп атаймыз. Вот осы остеум уретра экстернум оның жыныс мүшесінің басында орналасады. Глянс пенис. Ер адамның жыныс мүшесінің басында кеңейген бөлігі жыныс мүшесінің басының тәжі деп атайды. Мінекей мына бөлік. Оны корона глянтис деп атаймыз. Вот осы корона глянтистен әрі қарай бізде оның мойыны, яғни денесінен бөліп тұрушы оны коллюм глянтис деп аталатын бөлігі ажыратып тұрады. Келесі енді оның артқы бөлігіне келетін болсақ, артқы бөлігінде оның түбірін ажыратамыз. Радикс пенис қасаға сүйектеріне бекіп орналасатын болады. Сонымен қатар дененің жоғары алдыңғы бетін оның арқашығы деп атаймыз. Дорзум. Және де бұл жерде денесі жіңішке жиырмалы терімен қапталатын болады. Бұл терісі негізінен мінекей мына тері шамамен осы жерден көрсетсек, жоғары жағынан қасаға симфизінің терісіне жалғасатын болады, ал төменнен ол ұма терісіне жалғасады. Вот осы төменгі жағынан негізінен ол мына жерлерден бастап төмен қарай рафе пенисі түсетін болады. Және де ол әрі қарай көріп тұрғанымыздай ұмаға жалғасады, және одан әрі қарай шатаралыққа жалғасып кететін болады. Енді оның жалпы глянс пенистің аралығында, то есть басында терінің бір өсіндісі, яғни препутий пенис орналасатын болады. Жыныстық мүшенің бүртік басы. Вот осы бүртік бас ислам дінін ұстанатын халықтарда болмайды, себебі мұсылман адамдарда бұны сүндеттеу кезінде алып тастайтын болады көбінесе. Осы бүртік басының ішінде негізінен оның жіңішігі болады, оны френилум препутий деп атаймыз. Сонымен қатар осы препутийдің ішінде, яғни кішкене бездері болады. Оны гландуле препутиалис деп атаймыз. Келесі енді оның жыныс мүшесінің көлденең кесіндісін қарайтын болсақ, біз мынандай көріністі көреміз. Яғни ол екі үңгірлі денеден тұрады, карпора кавернозум пенистен тұрады, және де бір кеуекті денеден корпус спонгиозумнан тұратын болады. Жыныс мүшесінің әрбір денесінің сыртқы пішіні жағынан ол цилиндр тәріздес болып келеді, және де дененің артқы шеттері үшкірлене түседі, үшкірленіп қасаға сүйегінің төменгі тармағына бекитін болады. Вот осы төменгі тармағына бекуін оның аяқшалары деп атаймыз. Крура пенис түрінде таралады. Жалпы енді парс спонгиозаға келетін болсақ, жалпы ол үшке бөлінетін болады. Яғни оның ең түп жағындағы, яғни кеңейген бөлігін булибус пенис деп атаймыз. Одан әрі қарай корпус спонгиозум деп атаймыз. Және оның жоғарғы бөлігі қайтадан жуанданады да глянс пениске ұласатын болады. Осындай жүйелерден тұрады. Сонымен қатар жаңағы атап өткен, яғни мына бөлікшелер негізінен ішкі қапталынан эндотелий жасушаларымен көмкерілген болып табылады.
яғни осылар әрі қарай яғни қанға толу кезінде как үңгірлі денелер ісініп тығыздалатын болады. Бұл көбінесе экскреция кезінде байқалады. Сыртқы қапталынан, яғни олар бізде бұлшықеттер және бұлшықет шандырларымен өзара шектесіп орналасатын болады. Енді біз келесі сыртқы жыныс мүшесіне жататын ұма мен ұмаға тоқталамыз. Ұманы оны бізде скротум деп атаймыз. Алдыңғы құрсақ қабырғасында аталық жыныс бездеріне арналған, яғни аталық жыныс бездерінің қалтасы болып табылатын дербес екі қалта болып табылады. Ол жыныс мүшесінің түбірінен артқа қарай орналасатын болады және төмен қарай орналасады. Оның әрбір камерасында аталық без орналасқан деп айттық, және де негізінен 7 қабаттан тұратын болады. Ең бірінші сыртқы қабатын оны тері жабады. Теріні біз кутис деп атаймыз. Оның астында бұлшық етті қабық, яғни туника дартас жабатын болады. Немесе оны туника дартас жабады. Одан кейін оның астында бізде фасция туника дартас жабатын болады. Сыртқы шәует фасция сперматика экстерна, яғни сыртқы шәует шандыра жабады. Одан ішке қарай аталық безді көтеретін бұлшық ет шандыра фасция кремасатердің шандыра жабатын болады. Одан әрі қарай мускулюс кремасатер осы жабады. Одан ішке қарай бізде фасция кремасатерика интерна жабады. Одан ішке қарай аталық бездің қынапты қабығы, мынау туника вагиналис жабатын болады. Бұл туника вагиналистің өзі париетальды және де висцеральды табақшадан тұратын болады. Осы атап көрсетілген 7 табақшадан, яғни ұма өзі 7 қабаттан тұратын болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.